Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бізде детский молочный сосискалар. Бұл аты айтып тұрғандай-ақ, детский сосискалар ішінде сүттен дайындалады. Ешқандай зиянды химикатсыз, қоспасыз, тауықтың таза төс етінен дайындалады. Тауықтың төс етінің өзі аллель, халал еттен дайындалады барлығы. Енді қараңыздар, не істеп ортасын негізі көрсетпеген екен, соны сіздерге көрсетейінші деп, ішіндегі нарезкасын. Так, бисмилля. Мынау енді қараңыздар, суға дайын күйінде піскені. Сіздер бұны аласыздар да, просто. Сіздер бұны аласыздар да, осылай кесіп, немесе осылай целиком күйінде, немесе осылай целиком күйінде екі жағына қызартып, аудатып, сковородқа қуырып алсаңыздар болады, кішкене қызарғанша. Немесе осылай бөліп-бөліп, тоже қуырып, қызартып балаға бере берсеңіздер де болады. Немесе андай не болады ғой, грилинция сияқты, сондайға да бір басып қызартып аласыздар. Ал егер ондай майға қуырмайын десеңіздер, қараңыздар, тоже осылай жей беруге де болады. Жаңағы жұмыртқаңызды беріп, балаларыңызға таңғы асқа. Енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі магазиндегі сосискалар неден дайындалатын, құрамының өзін. Сондықтан балаларыңызға, отбасыңызға осындай таза халал өнім ұсыныңыздар. Дәмін көріп, тапсырыс берсеңіздер болады.